Бүгін мен сіздермен AirDots беспроводной наушник солар туралы өзімнің ақпаратымен сіздерге бөлісе кеткім келді. Олар туралы айтсақ, i9s деген түрі бар мынандай. Және де айта кетсек, i12 Samsung'тың беспроводной наушнигі, сосын TV400 деген, және де AirDots Bluetooth наушник. Бұның екі түрі болады, сенсорный, біреусі кнопочный дейді. Бүгін мен сіздерге көрсете кететін жағдай сенсорный i9s деген сенсорный беспроводной наушник. Бұның өзі қорапшасы өте ыңғайлы, кішкентай. Қалтада салғанда ыңғайлы да, қалтаңызға салып жүре бересіз. Егер тыңдағыңыз келсе, мына пакетін ашып алып тастайсыз ғой. Тыңдағыңыз келсе, мына жердің кнопкасын бассаңыз, бұны өзі зарядтайды автоматически. Сосын егер тыңдағыңыз келсе де, осыны басып қойсаңыз, мынаны аласыз да, өзі автоматически қосылады. Сосын мына зарядкасы Samsung iPhone-ның зарядкасымен зарядтасаңыз болады. Ішінде мынандай USB болады, өзінің зарядтайтын USB iPhone. Сосын мен сіздерге айта кететін қосып көрсетейін. Бұның қуаты 3 сағат, 4 сағат кемінде батарейка қуаты шыдамды.